Баршаңызға сәлем. Бүгін тауықтың екі аяғымен күріш басамыз. Ол үшін бізге керегі бір кесе күріш, бір кесе күрішімізді су құйып, жуып шайып аламыз. Жуып шайған суымызды төгеміз. Үстіне қайтадан су құйып, уақытша алып қоямыз. Осы уақытта дайындайтынымыз тауықтың екі аяғын бөлшектеп кесеміз. Мен тауықты кескенде ең бірінші сыртындағы терісін алып тастаймын. Сосын аяқтарын, сирақтарын бөлшектеп тастаймын. Соның қалған еттерін кесіп аламыз, жонып. Турап болғаннан кейін жуа тураймыз. Жуаны екіге бөліп ортасына бөліп тастадым. Одан кейін сәбізді ұсақ тұрамаған дұрыс, ірілеп тұраңыздар, сонда дәм әдемі болады, және түсі де шығады. Одан кейін қазанға 100 мг сұйық майды құямыз. Ең бірінші жуаны қуырып аламыз, қатты отта, шамамен 2-3 минут. Одан кейін етімізді саламыз. Оны да қатты отта 2-3 минут пісіреміз. Одан кейін сәбіз саламыз. Соңында приправаларымызды қосамыз. Мен қосқаным зира, паприка, сарымсақ, тұз, 1 шай қасық, қара бұрыш. Содан кейін бұндай қатты отта 2-3 минут пісіреміз. Содан кейін 500 мг су құямыз да, бір қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін бетін жауып, орташа отта 10 минут пісіреміз. 10 минут піскеннен кейін күрішімізді саламыз ақырындап. Ортасына бір бас сарымсақты салдым. Сосын бетін жауып, отты ең төмен баяуына қойып, 20 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.